Сәлем, баршаларыңызға қайырлы күн. Мен осындай үйде профитроли жасадым. Қайнатпалы қамырмен және қайнатпалы шоколадты креммен. Өте дәмді болып шықты. Сіздермен де бөліскім келіп отыр. Егер біреу қиын деп ойласа, қайнатпалы қамырды жасау өте оңай. Профитролиға ол үшін біз осындай кішкене 100 грамм суға 50 грамм майымызды ертіп аламыз. Майымыз еріп болды, енді үстіне бірден қажетті ұнымызды салып жібереміз және тез араластырып жібереміз осы жерде. Бірден ақ қамырға айналып кетеді. Асты күйіп кетпес үшін осылайша тез араластырып тұрамыз. Бір-біріне осылай жабысқан кезде қамырымыз дайын дегені. 30 секундтай ғана араластырамыз. Осынша уақытта ғана тез дайын болады. Енді осы қамырымызды біз суытамыз. 5-10 минут суытып қоямыз. Және 2 жұмыртқамызды дайындап аламыз. Екеуін ыдысқа жарамын қазір. Және жарып болған соң оны вилкамен немесе венчикпен біркелкі етіп араластырып алғанымыз жөн. Жұмыртқамызды қамырымызға 2 бөліп құямыз. Әр құйған кезде осылайша араластырып бір-біріне сіңу үшін араластырып тұрамыз. Қолмен араластырған кезде әрине бұл кішкене уақыт алады. Маған бірақ осылайша қолмен жұмыс жасаған ұнайды. Міне осындай текстурада шықты. Біріккен, кремге ұқсас, өте жабысқақ, осындай. Енді осыны пергамент қағазы төселген тапамызға қазір кондитер мешогымен құятын боламыз. Немесе қасықпен де салсаңыздар болады. Осылайша мен қазір ортасынан бастайын. Барлығын салған кезде бірдей көлемде салсаңыздар, бәрі бірдей әдемі болып шығады. Неше түрлі насадкаларды осы жерде пайдалансаңыздар болады. Бірақ менде үлкен насадка болмағаннан кейін мен осылайша жасап қойып жатырмын. Бұның өзінде де қазір піскенде көмбейіп әдемі болып шығатын болады. Ал енді пешке аттанамыз. 200 градуста жарты сағат 35 минуттай пісіретін боламыз. Ал мінекей профитролиларымыз пісіп шықты. Қараңыздаршы қандай әдемі көтерілген. Салмағы жеңіл, ортасы қуыс болып шығады. Енді осыған крем жасайтын боламыз. Мен қайнатпалы шоколадты крем жасаймын. Ол үшін мен бір жұмыртқама қажетті қантымды қазір салып, екеуін әбден араластырамын. Ванилинмен аздап бір шым ғана тұз салсаңыздар, креміміздің дәмі келеді. Осыны араластырып болған соң, қазір мен крахмал қосатын боламын. Жүгерінің крахмалын алсаңыздар жақсы, бірақ егер қажет болса, ұнды да орнына пайдалансаңыздар болады. Кремімізді газге алып келеміз. Осы жерде сүтімізді дайындап аламыз. Астын жағып жібереміз де сүтімізді құя беретін боламыз. Сүтімді қайнатпай мұздай күйінше құя бердім. Кішкене ұзақтау араластыратын боламын. Бірақ қалауыңызға қарай сүтіңізді әрине қайнаған күйге жеткізіп құйсаңыздар жарайды. Қайнатпалы кремді төменгі отта қайнатады. Әрдайым араластыра отырып, ешбір нәрсеге көңіліңізді аудармай, тек осылай ғана араластырып тұруыңыз қажет. Бұл өте көп уақытты алмайды.
бірақ креміңіздің асты жабыспайтын болады. Міне кремім қоюланды. Енді мен әуелгіде дайындап қойған шоколадтарымды газ салып жіберетін боламын. Мінекей шоколадты креміміз, қайнатпалы креміміз дайын болып қалды. Енді оттан түсіріп, басқа ыдысқа салып, суытатын боламын. Ал мінекей креміміз суыды. Енді профитролиді осымен толтыратын боламыз. Кондитер мешогына кремімізді салып дайындап қоямыз. Ал профитролиіміздің астын осындай шырпының несімен немесе шпажкамен де тесеңіздер болады. Ал мінекей профитролиімізді толтырып болдым. Шай ішуге дайын.